келетін мектеп. Мектепте күнделікті қазақ тілі тіл үйренуге арналған шаралар ұйымдастырылды. Әр сынып өзінше үлес қосты. Мынау 9-д сынып оқушыларының бейне таспасы. Қосылып, айтуға мүмкіндік жасалды. Мынау Байқауына қатысу мен үшін зор бақыт, толағай табыс. Мен Кентау қаласында дүниеге келдім. Мен саз өнер мектебінде Түркістанда 7 жыл жұмыс істедім. 83-ші гимназияда 9 жыл жұмыс істедім. Теория сольфеджио пәнінен сабақ беремін. Мен орыс және қазақ сыныптарына сабақ беремін. Сәлеметсіздер. Менің атым Дмитрий Юрьевы. Мен гитаристпін. Менің жөнім Круглова Екатерина Олеговна. Мен аккордеоннан сабақ беремін. Маған қазақ тілін үйрену қатты қиын емес, тек ынта керек. Менің түсінгенім қазақ тілін үйрену үшін қарым-қатынас керек. Достарыммен, әріптестермен күнде қазақша сөйлесу керек деп ойлаймын. Қайырлы күн, мен химия пәнінің мұғалімімін. Аты жөнім Самадинова Татьяна Евгеньевна. Мен орысша оқыдым. Қазақстанда тұрып, жұмыс істеп, Қазақстанның азаматшысы болғандықтан қазақ тілін білу менің міндетім. Жалпы адамға көп тіл білу кедергі болмайды деп ойлаймын. Біздің гимназияда қазақ сыныптары бар. Мен кейде қазақ сыныбының мұғалімі Нұржамал Баймолдақызын ауыстырып, орнына шығып сабақ беремін. Менің аты жөнім Югай Георгий, осында 83-ші гимназиядан домбырадан сабақ беремін. Негізінде қалай сөйлемейсің деген, мен домбыраны берген сабақ енді қазақша сөйлейсің ғой. Оның үстінде тағы жұбайым қазақ болсын батыстан осылай өмірге енді қалай болса да енді бағана балалар біздің видеоклипте енді қалай болса да енді бірдеңе сөйлеп жатыр ғой. Олар енді қазір енді кішкене кезде енді мүмкін енді сәл ғана сөйлемей жатыр, но бірақ та мен жастарға бізге жастарға айтатыным айтар, қазақ тіліміз енді осы жерде білмесең аштан өлмейсің деген сөз бар ғой. Қазір енді өздеріңіздің қолдарыңыздағы бағдарламаның түсіне қарай кабинеттерге барамыз. Мұнда қыздар Аида Нұралын алға қарай өтіңіздер. Әсембекенің алға қарай өтіңіздер.
аға кімде сары түсті бағдарлама Аида Нұрлановна сіздерді бастап алды. Сабақтың үстінде сұрақ жауап ретінде ғана емес, осындай шынайы қазіргі олар 9 болғаннан кейін олар мамандық таңдау кезеңі басталды. Соған байланысты біздің тақырыбымызда мамандық таңдауға әр түрлі мамандық иелерімен сұхбат жүргіздік. Сабақтың үстінде сұрақ жауап ретінде ғана емес, осындай шынайы қазіргі олар 9 болғаннан кейін олар мамандық таңдау кезеңі басталды. Соған байланысты біздің тақырыбымызда мамандық таңдауға әр түрлі мамандық иелерімен сұхбат жүргіздік. Біз тек қана сабақтың үстінде сұрақ жауап ретінде ғана емес, осындай шынайы қазіргі олар 9 болғаннан кейін олар мамандық таңдау кезеңі басталды. Соған байланысты біздің тақырыбымызда мамандық таңдауға әр түрлі мамандық иелерімен сұхбат жүргіздік. Құрметті ұстаздар, бүгінгі педагогикалық идеялар жәрмеңкесіне қош келдіңіздер. Мен Алибек Абота Камбаровна және менің әріптесім Мақсым Перизат Әнуарқызы жалпы білім беретін номер 17 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдері. Биылғы оқу жылындағы тілдік партия жобасы барысында қазақ тілі әдістемелік бірлестігі және бүкіл мектепшілік ұжым болып істеген жұмыстар атқардық. Бүгін сол атқарған жұмыстарымыздың нәтижесін сіздерге көрсетіп, өз идеямызды ұсынуға келіп отырмыз. Біздің мақсатымыз өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастырудағы қазақ тіліне деген құрметін арттыру және үздік идеялар тарату және тәжірибемен алмасу. Менің сөзімді менің әріптесім Перизат Әнуарқызы жалғастырады. Сәлеметсіздер мен құрметті ұстаздар, менің есімім Мақсым Перизат Әнуарқызы. Бүгін біз ұлт тілі, ұлт болашағы және инклюзивті білім беруде жасанды интеллекті арқылы қазақ тілін үйренудің тиімді әдіс тәсілдерін ұсынамыз. Бұл жердегі құрылымы мен мақсатын айта кететін болсақ, инклюзивті оқытуда маңыздылығы ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін қазақ тілін игеруде үйренуін жеңілдету мақсатында ұсынылды. Келесі ұлттық тілді дамыту, цифрлық дамыту арқасында біз көптеген платформаларды қолдану арқылы оқушыларға қазақ тілін тиімді үйрете аламыз. Мысалға, адаптивті оқыту платформалары, визуалды интерактивті құралдарды біз бүгін сабақ үстінде бүгін осы тәсілімізді көрсету кезінде сіздерге ұсынамыз. Келесі бүгін бір сәтке өзіміздің көзімізді жұмып, өзімізді оқушы сезініп көріңіз. Біздің мектептерімізде бастауыш сыныптарда әсіресе биылғы оқу жылында мен өте көптеген инклюзивті білім беруді қажет ететін балаларды кездестіргендіктен осы тақырыпты алып отырмын. Мысалы, оқушылардың көптеген оқушылардың дыбыс мұғалімдерін жазбаша мәтінге айналдыратын дыбыс есту қабілеті төмен немесе дыбысты есту қабілеті төмен немесе көру қабілеті төмен оқушылар көптеп кездеседі. Мысалға, дауыс мәтінге айналу үшін мен сіздерге жасанды интеллекттің ұсынатын сөз түрін ұсынамын. Speech to text, Microsoft Azure, Google Live Transcript және Descript. Бұл төрт жасанды интеллект өте тиімді және оңай барлықтарыңызға ұсына аламыз. Келесі. Бұл жасанды интеллекттің 3 түрі тағы да бар. Бұл жерде бұл мәтіндер дыбыстай, яғни сіз баланың қолына мәтін берсеңіз, бұл жерде мәтінді осы 3 жасанды интеллект сізге сол мәтініңізді мәтінге айналдырып береді. Сіздің яғни сөзіңізді мәтінге айналдырып береді. Келесі. Яғни және тағы бір идея айтқымыз келеді. Яғни барлық мектептерде инклюзивті білім беру саласында істейтін психолог мамандарымыз бар. Ол психолог мамандар бізге А және Б формаларын ұстаздарға, жетекшілеріне таратып береді. Яғни бұл жерде таратып берген кезде біз оны қалай пайдаланамыз? Біз тек оны оқушыларды бақылау үшін ғана емес, біз оған деңгейлік тапсырмада ұсына аламыз. Мысалы, қолымызға берілген А Б формасын толтырып болғаннан кейін жасанды интеллектті алсақ, баланың деңгейіне қарай біз сіздерге ерекшелігіне қарай тапсырмалар жасай аламыз. Келесі. Мысалға біз О дыбысын алайық. Жасанды интеллектте мен мысалға ерекшелігі бар
барлық оқушыға тапсырма жасап бер деп мен өтініш жасадым. Ол жерде өтінішіме қарай о дыбысын қай жерде қолдануға болады десе, жұлдыз, о тапсырмасын жазуда, сөздерді жазуға баланың қызығушылығын оятуда бізге осындай тапсырмалар береді. Келесі, мысалға, ол деңгейлік тапсырманы кішкене қиындатқымыз келді. Егер оны қиындатқымыз келсе, ұлы мен ұстаз бізге текстін беріп отыр, мәтінді беріп отыр. Бұл жерде ұлы мен ұстаздар ішінде көптеген о дыбысын кездестіруге болады. Яғни балаға бұл жерде өзге тілді балаға қай жерде о дыбысы кездесетінін осы мәтін арқылы талдап көрсете аламыз. Немесе оның деңгейіне қорытындылай келе баланың қызығушылығын ашу үшін осындай бір-біріне біріктіретін осындай диаграмма құрастыруға болады. Келесі практикалық ойын. Барлық ұстаздарымыздың қолында ұялы телефондарымыз бар. Яғни бұл телефонмен алып, мына QR-кодты оқысаңыздар болады. Бұл QR-кодты үй тапсырмасы ретінде күнделікке тіркеуге болады, немесе ата-ананың қолына беруге болады. Бала үйде өзі о дыбыстың қалай жазуын ұмытып қалған жағдайда осы QR-кодты оқу арқылы автоматты түрде о жазуын көре аласыздар. Қазір егер практика ретінде көргілеріңіз келсе, осы QR-кодты басуларыңызды өтінеміз. Парақтарымыздың ішінде осы QR-код және тағы да қосымша берілген. Және келесі жасанды интеллект бар, баланың қызығушылығын ояту үшін ояту мақсатында, мысалы, Абай Құнанбаевтың сөзін, көптеген жазушыларымыздың сөздерін біз телефон арқылы оны көрсете аламыз, сөйлете аламыз, оның мәтінін балаға көрсете аламыз, солай қызықты етіп баланың қызығушылығын оята аламыз. Келесі. Жасанды интеллектте QR-ды қалай жасаймыз деген сұрақ сіздерге туындауы мүмкін. Яғни қазір көптеген ұстаздар міне QR-кодын ұсынып отыр. Яғни QR-код қазір сілтемеге қарағанда өте оңай әрі тиімдірек. Мысалға, жасанды интеллектке сіздер міндетті түрде тіркелу керексіздер. Сонда сіз YouTube каналыңыздан кез келген тақырыпты алып, сіз сол ссылканы жасанды интеллектке берсеңіз, сізге автоматты түрде 2-3 секундта осы QR-кодты жасап береді. Ал QR-кодты өзіңізге көшіріп алып, кез келген жасанды жұмыстарыңызға, өздеріңіздің парақтарыңызға, жұмыстарыңызға ұсына аласыздар. Келесі. Енді сіздерге қорытындылай келе осы идеяны жеткізем деп ойлаймын. Жасанды интеллект мұғалімнің орнын ешқашан баса алмайды, бірақ оны тиімді мұғалімнің көмекшісі ретінде біз пайдалана аламыз. Рахмет назарларыңызға. Құрметті ұстаздар, біз сіздерге мектебімізде бірігіп жасаған жұмысымыздан болыңыздар. Бірінші видеоны көрсетпес бұрын біз өзіміздің әріптестеріміз дайындаған жаңағы жұмысымыздың нәтижесі ретінде сіздерге мынандай буклеттерін ұсынғымыз келіп тұр. Бұл буклеттердің ішінде біз жаңағы бөлім оқушылардың істеген жұмыстарын әр буклетке бөлдік. Мысалы, караоке деп аталатын буклетімізде жаңағы Facebook парақшамызда өткен іс-шараларды суретке түсірдік және QR-кодын қойдық. Сіздер егерде қазір осы біздің атқарған жұмыстарды толық нұсқасын көргілеріңіз келсе, жәрмеңкемізге келіп, QR-кодты басып, толық нұсқасымен таныса аласыздар. Қазір енді қорытындысы ретінде біз өзіміздің жаңа атқарған жұмысымызды толық бір видеоға түсірген фрагментін ұсынамыз. шәкірттерге деген өлеңі. Мектептегі әр күнің балдай уақыт, өздеріңмен мақтанам,
қандай ғафу. Білім берген шәкіртім мына бүгін ұстазынан озып тұрса қандай бақыт. Әрбірімді ерекше тең көремін, қолдаймын, дем беремін. Ұстаз деген шәкірттің анасы ғой, өз баламдай көргенді жөн көремін. Өзіңдер ғылым іздеп шарқ ұрыңдар, ақшадан кітап деген артығы бар. Қолыңды мезгілінен кеш сермемей, білімденіп биікке талпыныңдар. Білім деген бабалар салған із бар, оқу оқып, ешқашан талмаңыздар. Шамнан шырақ жағып ап әрқайсымыз, білімнің аспанында самғаңыздар. Ең бірінші бақытын халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақыттың тілін менің, тас жүректің тұлымен тұлым дедім. Кей-кейде дүниеден түнісем деп, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші одан деген, көдірген кім десе одан дерген. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланмай-ақ келдағы от алменен. Үш бірдей бақыттың бар алақанда, мені мұндай бақыттың шара қарма. Үш күн нұры түгел аспаннан Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Үздік партнер жобасы аясындағы қалалық семинардың педагогикалық идеялар жәрмеңкесіне қош келдіңіздер. Жәрмеңкеге осы бөлмеде бірнеше мектеп ұжымдастары өздерінің өнерлерін паш етпекші деп, үздік идеяларын көрсетпекші. Ең алғашқы болып 11-ші жалпы білім беретін мектепке кезек берсек, хор дейді атамекен жетекшісі Әбілбеков Жасулан. Қолдау көрсетті. Бәрімізді біріктіретін, жүрегімізге жақыннан атамекен әнін шырқаймыз. Біздің мектебіміз көп ұлтты, әртүрлі ұлт өкілдері білім алуда. Бірақ барлығымызды біріктіретін ортақ құндылықтарымыз бар. Ол отанға деген сүйіспеншілік, туған жерге деген құрмет және бірлік пен татулық. Атамекен әрбір қазақтың жүрегінің орын алған ән. Бұл ән туған жердің қадірін ұқтырып, оны сүюге, қорғауға шақырады. Біз болашақ ұрпақпыз. Сондықтан отанымызды, тілімізді, мәдениетімізді құрметтеп, оны келер ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Көктілер
5 Б сыныбында оқимын. Мен қазақ тілі жақсы көремін. Себебі біз Қазақстанда тұрамыз. Қазақстан менің туған жерім. Мен қазақ тілінде кітаптар оқып және мультфильмдер қазақша көргендім. Ибрай Алтынсариннің өлеңі кей балалар оқылып. Бір Құдайға сеніп, кей балалар оқылып. Оқылғанды көңілге ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегеннің алдынан іздемей ақты болар. Сәлем, қалам тас, саған құрбан, мал мен тас, сағынғаннан сені ойлап, келер көзден ыстық жас, сенен артық жан тумас, туса туар артылмас, бір өзіңнен басқа жаға оқушыларға қазақ тілінде сандарын дұрыс айтуға тәрбиелеу және сан есімді қолдану дағдыларын дамыту. Яғни біз 4-ші сыныптың оқушыларын алып келіп отырмыз. 4-ші сынып оқушылары қазіргі таңда сан есімді өтіп жатыр. Сан есімнің түрлері және осы сан есімге байланысты тапсырмалар алып келдік. Кітапқыр ойынның ережесіне түсіндіре кететін болсам, бұл ойынның ережесінде оқушылар екі бағанға бөлінеді. Бірінші оқушы сол санды көрсетеді, екінші оқушы сол санды жылдам тауып, сол санды андайды. Бұл оқушыларды жаңағы жылдам сандарды, сан есімдерді үйренуге, күнделікті өмірде қолдануға, сол арқылы сөйлемді коллекция жасаюға, оның барлығы шектеусіз, ешқандай қосымша әрекетсіз. Сонымен қоса қосымша сілтемелер, QR кодтар барлық жағдайда жасалған. Айтатын біз суретті 3 түрлі тәсілмен қоямыз. Дайын суретті қолдана аламыз, немесе жеке браузерге барып, маған күннің суреті керек деп, күн, ай деп жазып отырмаймыз. Платформада браузерге тікелей сілтеме бар. Ненің суреті керек, соны жазып отырып қоя береміз. Немесе біз кейбір сайттар бізге суретін тегін жүктеуге бермейді. Сол сайттың сілтемесін алып қойып та суреттерін жүктеп алып отыруымызға болады. Үшінші тәсілі өзіміздің алдын ала жүктеп алған суреттерімізді қоюымыз. Мен 106-шы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жазира Қуанышбекқызы. Және әріптесім Нүрия Оралбаевна, Құралай Асылбековна, Нұрзия Ораловна. Жылы құрылған. Кейзен бұл онлайн платформа. Әртүрлі құжаттар, құжаттар, альбомдар, буклеттер, портфолио жасауға арналған осындай назарларыңыздармен сөз кезегі әріптесім Нүрия Оралбаевна беремін. Бүгін шықпаған, кеше шықпаған болуы мүмкін, бірақ біз сабақтарымызда әрқашан пайдаланамыз және балаларға өте ыңғайлы сабақтың әртүрлі этаптарын орындаған кезде, тапсырма орындаған кезде балаларға өте ыңғайлы деген топқа бөліп топтағы оқушылардың деңгейіне байланысында беруге болады. Мысалы, сабақты пысықтауға немесе сабақтың қорытындысын жасауға әртүрлі деңгейде тапсырмаларды орындауға болады.
модульдің артықшылығы тапсырмаға дайын түрде бар, және өзіміз өзгертулер енгізуімізге болады. Тапсырмаларды балаларға өте тиімді деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді үйрету бойынша тілдік папір жобасы аясында өтіп жатқан педагогикалық идеялар жәрмеңкесіне 142-ші жалпы білім беретін мектептің ұстаздары өзіміздің әдіс-тәсілдерімізді ала келдік. Жадыра Мұратқызы, Тамара Тілеубайқызы, және Нұрланқызы, және өзім Айгүл Алпысбайқызы. Біздің тақырыбымыз орыс сыныптарында қазақ тілін үйретудің заманауи жолдары. Сәлеметсіздер ме? Алғашқы сөзді маған келген өз басынан кетейін. Бізде бірінші әдіс-тәсіл комикс деп аталады. Жалпы әдіс-тәсілді қалай қолданамыз, оны қалай жүзеге асыруды ары қарай түсіндірмес бұрын бірінші комикс деген терминнің кішкене комикстің артықшылығы жаңағы плюс жақтары деп айтып кетейін. Комикс негізі бұл әңгіме немесе оқиғаларды суреттер арқылы баяндалатын өнер түрі болып табылады. Әдетте комикстер мәтінмен, яғни сөйлеу құптары, түсіндірмелер, дыбыс әсерлер арқылы солардың қосымымен толықтырылып отырылады. Олар әртүрлі жанрларға бөлінуі мүмкін. Мысалы, шытырман оқиғалар, фантастика, драма, юмор деген сияқты. Енді сіздерге осы айтарлықтай жоқ. Бұл жерде тек берілген суреттер жаңағы кинодан берілген үзінділері ғана тұр. Қалай қарасақ, ешқандай бір көзге ерекше болып түсетін ешқандай бейне жоқ. Өзге ұлт өкілдері болғандықтан қазақ тілі мен әдебиетін оларға жаңағындай көлемдік мына жерде тұрғандай шығармаларды олар есте сақтау, жаңағындай ашып қарап оқулары оларға ауыз түсіндіру, оны аудару деген сияқты жағдайлар, сәттер оларға бір қиындық тудырады. Олар келіп мына жерде көлемді шығарманы оқып, түсініп алып, бізге сабақ айтып, ауызша да жазбаша да жұмыстарға қиындық тудырады. Сол себепті осы комикс әдіс-тәсілін қолданамыз сабақ барысында. Оны былай біз кітапша ретінде шығардық. Комикс мысалы көксерек қарап отырсаңыздар, кішігірім 15-16 беттен тұратын кітапша. Бұл жерде біз барысында бірнеше әдіс-тәсілдерді қолданып жатырмыз. Сондағы миғашқа болу әдісі осы шығарма кейіпкерлерінің суретін көрсету арқылы оқушылардың еске сақтау қабілетін арттырамыз және оларды шапшаңдыққа үйретеміз. Келесі. Бізде құрмаштың суреті тұр, бірақ үстінде көксерек деген жазу тұр. Сіздер оны қалай ойлайсыздар? Не үшін біз олай қойдық деп ойлайсыздар? Бізде оқушылар осындай тапсырмалар үнемі болғандықтан олар үшін бейімделген. Біз суретті көрсетеміз, үстінде көксерек. Және оқушылар осыны қарай отырады да, жоқ, бұл көксерек емес, бұл құрмаш деп. Яғни суретті көру арқылы және сөзді көру арқылы өздерін шапшаңдыққа және ойлау қабілеттері. Бұл қасқыр емес қой. Көксерек деп жазылып тұр. Бұл баланы ғой, бұл баланың аты құрмаш еді ғой деп. Тез ойлап өзінің осы сурет арқылы нағыз жаңағы атауын атап көрсетеді. Мысалға, мына жерде көксеректің суреті тұр, бірақ үстіне ауыл адамдары деп жазып қояды. Сондықтан балалар осыны тез ойланып жаңағы шапшаң, жылдам осы суреттер арқылы өз ойларын айтып жеткізеді. Сол кезде сабақ барысында олардың бұл бір шетінен тірек сөздерді нақты біз сабақ барысында бекітеміз, яғни олар естерінде бұл сөздерді сақтайды және де кейін қай уақытта да сұрап жатқан кезде жалпы сол жердегі кейіпкерлерді, сол оқиғаларды есінде көп сақтауға болады. Біз осылай көрсетіп кеттік. Енді келесі сөздердегі Тамара Тілеубайқызы сізде.
бастауыш орыс сыныптарында қазақ тілді үйрету және тиімді жолдары киіз үй әдісімен қолданып көрдім. Сабақ барысында оқушылармен жұмыс жасадым. Бұл жерде біздің ұлы тұлғаларымызды тану әдісі. Осы киіз үйдің ішінде біздің ұлы тұлғаларымыз, ақын жазушыларымыз, ел басқарған сөзге шешен болған кісілеріміз жасырын тұр. Сол жерде оқушылар осы киіз үйді аша отырып, бұл жерде мысалы біздің ұлы тұлғамыздың бірі Шәкәрім Құдайбердіұлы. Бұл жерде мен астына әдейі оқушыны шатастыру үшін Абай Құнанбай деп жаздым. Оқушы бұны дұрыс қабылдай ма? Жоқ, әлде осылай мұғалім бұл дұрыс емес. Бұл біздің ұлы тұлғамыз Шәкәрім Құдайбердіұлы, бұл Абай емес. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, жазушы, біздің ұлы тұлғаларымыздың бірі деп оқушы айтып беру керек. Осы жерде оқушының бірінші есте сақтау қабілеті, біз өткен тақырыпта Абай туралы өттік, Шәкәрім туралы өттік деген секілді. Екінші миға шабу, яғни баланы тез ойлау қабілеті. Яғни бұл бізде Шәкәрім ба, Абай ма деген секілді. Оқушылар өздері кезегімен осы киіз үйді біз айналдырып отырып, кімге қандай кезегі түссе, сол сандықшаны аша отырып, мысалы біздің Шоқан Уәлихан, мына жерде мен Сәкен Сейфуллин деп қойдым. Яғни бұл жерде дұрыс жазылды ма, қате ма? Ұлттық құндылықтарға негізделген асық әдісі оқушы мұрасын таңдап, ішін ашу арқылы ішіндегі сұрақтарға жауап береді. Немесе тапсырманы орындайды. Бұл әдіс сабақты бекітуге, сабақты орындауға және қорытындылауға қолайлы әдіс болып есептеледі. Жалпы білім беретін орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Еркінкелі Әсем. Бүгінгі менің сіздерге ұсынып отырған тақырыбым қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда жасанды интеллекттің маңызы. Жалпы жасанды бүгінгі жол дегеніміз әр оқушының қызығушылығы, әр оқушының қабілетіне қарай біз жасанды интеллект арқылы әдіс тәсілдерді құрастыра аламыз. Екіншіден, бұл оқу дағдыларын қамтамасыз ету, яғни оқушылардың жазу, оқу, тыңдау және сөйлеу қабілеттерін біз осы жасанды оқушы саны мен топ санын көрсетсек, бізге дайын киіз үйлерді ұсынады. Мен көп жағдайда осы әдісті қолданамын, себебі біз өзге ұлт өкілдеріне тек тілді ғана үйретпейміз, қазақи құндылықтарды да олардың бойына дарытуымыз қажет. Сол кезде біздің оқушылар топқа бөлінбес бұрын жаңағыдай сұрақты киіз үй дегеніміз не және киіз үйді нелер құрайды деген сұрақтарға жауап береді. Яғни біздің оқушылар бұл сұрақтарға мүдірмей жауап бере алады. Жалпы бұл платформада қай оқушының қай топта болатынын мен де оқушыларды алдын ала болжай алмаймыз. Осы платформаны қосу арқылы ғана білеміз. Дәл солай келесі видеода оқушылар бұл жерде өздерінің қай топта болатынын анықтап жұмыс жасауда. Келесі WordWall әдісі. WordWall әдісі қазіргі кезде бізде үй тапсырмасын сұрауда, сонымен қатар жаңа сөздерді үйретуде, жаңа тақырыпты оқытуда, қорытындылауда түрлі ойын түрлерін бізге ұсынады. Соның ішінде мен квиз тесттерін де аламын. Ол жерде кроссворд бар, ол жерде боулинг сияқты түрлі ойындар бар. Осылар арқылы біз оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын оята отырып, жаңа тақырыпты түсіндіре аламыз. Келесі менде DID платформасы, яғни бұл дегеніміз жаңағы картинаны, яғни суреттегі кейіпкерді сөйлету арқылы. Бұл жерде мен біріншіден жаңа сөздермен таныстыру кезінде қолданамын. Неге десеңіздер, Құрметті ұстаздар, бүгінгі тілдік портфель жобасының қорытынды кешіне қош келдіңіздер. Біз тақырыбымызда ұлт тілі, ұлт болашағы деп алған болатынбыз. Ұлт тілі ол тілін білген азамат дәстүрін де біледі, мәдениетін де біледі деп білеміз, және Қазақстан мемлекетінің азаматы болып, барлық ұлттар қазақ тілін білуге міндетті. Және соның аясында біздің мектепте көптеген шаралар өткізіледі. Мен номер 203
көретін мектептің қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі Жұмабекова Қымбат Жұмақызы. Бүгінгі біздің кіріспе тілдік интеграция мен қорқым қатынас мәдениетінің рөлі, қазақ тілін меңгерудің маңызы және оны үйретудің тиімді әдістері. Тілдік интеграция дегеніміз өзге ұлт өкілдерін қазақша сөйлеуге үйретудің үдерістері. Бұл қазақ тіліне деген қызу ұсынады. Ақыншылық шабытым келіп отыр. Бәрілем мойындаса қазақ тілін, өзінде қазақ тілмен алам білім. Ана тілім артуыңда желбіреді, тіліммен құлпырады елім бүгін. Жаңа интернет ұстамай қалуы мүмкін, сондықтан тақтап шығарыңыздаршы. Wi-Fi болады паролімен, соған қосылсаңыздар. Игорь, 6 А сынып оқушысы жазып рефлексия жасап жүрсе, мен айтқым келгені бүгінгі мына 83-ші неге 83 мектеп деп жатыр, өйткені біз әр ауданның жобаларын әр мектепке опорный қылып қойғанбыз. Сондықтан 83-ші мектеп бұл жерде осы тілдік портфель жобасының бірден бір балтық алып жүретін мектептің бірі. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Ажарқайсына, Баршагүл Нұргөлковна, сіздің бастамаңызбен осы жоба іске асырылып, әр мектеп өзінің қандай деңгейде жұмыс істеп жатқанын көрсетіп жатыр. Мен ойлаймын, қазіргі мұғалімдерге, қазіргі ұстаздарға өте көп жаңашыл енгізіліп жатыр. Алматы басқармасымен және Алматы білім басқармасымен, Алматы әкімдігімен қолдауымен көп мұғалімдер
мектеп басшылары былтырдан бастап шетелге шығып өздерінің тәжірибе алмасу мақсатында шетелден қандай да бір тәжірибе дейді ғой алып келді. Бұрын бізге қараған кезде, біз мектепте жұмыс істеп жүргенде бұндай ешқандай қол астымызда нәрсе болған жоқ. Өзіміз қолдан жасап, өзіміз білгенімізді айтып, оқушыларға түсіндіру мақсатында болды. Қазір енді сіздерде мына искусственный интеллект дейді. Тамаша жобалар көрсетілді. Бір локацияның өзінде 6 мектептен өздерінің тәжірибелерін көрсеткенде көп істер атқарып жатқанын көрініп тұрды. Сондықтан қазіргі ұстаздар айтарым, еңбектеріңіз талмасын, қанаттарыңыз талмасын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Осы өзіміздің келе жатқан ұрпаққа, біздің болашағымызға өздеріңіздің білгендеріңізді үйретіп, дәріптеп, келешекте сол балалар біздің ұстаздар, оқушылар, мінекей бүгін біздің ауданымызда тағы да бір жобаның керемет бастамасы көтеріліп отыр. Бұл енді жаңа жылдан бері, декабрь айынан бері ма? Күзден бері. Содан бері мектептердің мектеп аралық жұмыстары жүргізіп келе жатқанын бүгін біз куә болып отырмыз. Қаншалықты жұмыстың түрін көрдік қазір. Балаларымыздың мемлекеттік тілді меңгеріп, неше түрлі мұғалімдеріміз неше түрлі соны үйретудегі әдіс тәсілдерін ортаға салып жатыр. Бұл қуанышты нәтиже әрине. Ажар Газизовнаның бастамасыменен өте көп жұмыстың атқарылғаны көрініп тұр. Әрине осы жұмысты әрі қарай тереңірек зерттеп тұрып қолға алатын болса, қазақ тілінің жұлдызы жанары анық. Бүгінгі семинарға қатысқан оқушыларға әсіресе құрметті әріптестер, бүгін мына 6 ай бойына созылған тілдік портфель деген жақсы бір үлкен жобаның нәтижесімен бөлісіп жатырсыздар. Құрметті әріптестер, қазақ мектептеріндегі қазақ тіл мамандарына қарағанда, орыс мектептеріндегі қазақ тіл мамандарының алып жүрген, көтеріп жүрген жүгі өте ауыр. Неге екенін білесіздер? Тілді білмейтін балаға 0-ден бастап тіл үйретіп жатырсыздар, сол жұмысты жүргізіп жатырсыздар. Енді бүгінгі өтіп жатқан шараға ең бірінші құрылтайшысы болып отырған Ажар Газизовнаға үлкен алғыс білдіреміз. Ең келелі мәселе, ең терең мәселе бұл мемлекеттік тілімізді насихаттауда, тілімізді үйретуде балаларға біздің береріміз, сіңірер еңбегіміз өте көп. Алдыларыңызда тұрған мақсаттарыңыз сіздердің өте жоғары, міндеттеріңіз терең. Сондықтан да құрметті әріптестер, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдері, сіздер өз міндеттеріңізді, өз борыштарыңызды адал атқарсаңыздар, болашақта жақсы оқушылар шығып, елімізге еңбек ететін жақсы ақылды шәкірт тәрбиелейді деген үміттеміз. Бүгінгі семинар өз деңгейінде, жақсы деңгейде өтті. Келіп локацияларда өздерінің тәжірибесімен бөлісіп жатқан барлық мектептің мұғалімдері қаншалықты терең деңгейде жақсы жұмыс жасап жатқандарын көрсетті. Барлықтарыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Ары қарай да жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер. Қазақ тілі мемлекеттік тіліміздің тұғыры биік болсын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бүгін демалыс күндеріңізді бөліп келіп, осы біздің мемлекеттік тіліміздің деңгейін көтеруге атсалысып қатысқан мерекеде осындай барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы осы біздің Наурыз мерекеміз құтты болсын. Алда да осы біздің Түрсік ауданының Наурызға арналған мерекесіне бәріміз атсалысып қатыса берейік деген ойдамыз. Рахмет барлықтарыңызға. Қазір суретке түссін.